Қайырлы күн достар, баршаларыңызға. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Біз ИП жабуға жіберіп жатқан кезде налогқа заявление жазамыз. Сол заявлениені қалай жазып жіберетінімізді қазір көрсететін боламын. Ол үшін біз әдеттегідей осылай кабинет kgdugov.kz сайтына кіріп аламыз. Және налоговый заявление бөліміне кіретін боламыз. Осы жерде үшінші тұрған міне прекращение деятельности. Осыған кіріп, осы бөлімді таңдайтын боламыз. Бұл бөлімде екі страница болады. Бізде бірінші страницада ИП жабуға жіберіп жатырық, соның себебін жібереміз. Не үшін ИП-ны жауып жатырмыз, соны таңдайтын боламыз. Бізде әдетте стадия 67-сін таңдайтын боламыз. Вариантын таңдаймыз. Әрі қарай бізде бірінші страницада уже барлық нәрсе жасалынды. Енді екінші страницаға баратын боламыз. Бұл екінші страницада бізде ИП-ға салған төлемдеріміз туралы КБК номерлерін жазатын боламыз. КБК номерлерді мен қазір мына жанына қойып қоямын, қанша жазатындарыңызды. Осылай КБК номерлерімізді жазып алатын боламыз. Одан әрі біз ИП-ны қай районға жабуға жіберіп жатырмыз, сол районның УГД-сын жазатын боламыз. Ол УГД-ны қайдан аламыз біз? Осы жерде регистрация данные дегенде, сол жердегі данныйларыңыздың арасында ИП-ңыздың адресі бойынша УГД-сын алатын боласыздар. Әрі қарай проверить заполнение деп ошибка бар ма жоқ тексеріп аласыздар. Одан кейін отправить в ОГД жібере бересіздер. ЭЦП ключтың екінші ключімен жібере бересіздер. Бізде заявка кетті ма, соны көру үшін налоговый заявление бөліміне қайттан барасыздар да, ең астына түскен кезде найти дегенді басасыздар. Соны басқан кезде уже міне жақта шығып тұрады. Отказ болса сразу отказ, принято болса осылай принято деп тұрады. ИП жабуға жіберген соң 15-20 күннің арасында жабылады. Видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Мен каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер.